Достар, сәлем. Бүгін Трендел сайтынан оптом товар алуды және де бренд өте сапалы товарларды іздеуді үйренетін боламыз. Қазір оптом товар алып қарайық. Бір товарды таңдайын. Бұл менде сумкалар. Егерде туризммен бизнеспен айналысамын десеңіздер, сіздер товар таңдаған кезде Шокол ОЗД деген жазуы бар товарды таңдауға тырысыңыздар. Яғни көбірек алып, азырақ төле деген мағынаны білдіреді. Штугын көбірек жазсаңыздар, сіздерге жақсы скидкалар жасап береді. Жалғыз сумка емес, басқа да товарда осындай жазулары бар. Мысалы, мына товарда да Шокол ОЗД деген жазуы бар. Қазір бір товарды алып қарайық. Алатын болсам, карго бедова деген жазуы бар. Бұл товар каргоға тегін жеткізілетін болады. Себебі алдыңғы сабақта атап өткендей 100 лирадан артық тұрады. 74 живой отзыв фотолары бар екен. Барлығымен танысып, қарап, комментарийларды Google переводчикке салып, аударып алсаңыздар болады. Егер де товар туралы қандай да бір сұрақтарыңыз, товардың салмағын білгіңіз келсе, сұрсевап деп продавецке жазсаңыздар болады. Енді товарға өтейік қайтадан. Таңдап көрейік. Бір штук товар бізде 429 лира тұрады. Енді 5 таңдайын. Негізі, мен осы товардан 5 алатын болсам, 2149 лираға шығу қажет болған, алайда скидка жасалып 2106 лира төлемге шығып тұр. Осылай, оптом товар алған кезде санын көбейтіп, азырақ төлейтін товарды таңдап алсаңыздар болады. Енді сіздермен Трендел сайтында өте сапалы және де трендтегі танымал товарларды қалай іздесек болады, соны талқылайық. Бұл бізде Трендел сайтының бастапқы беті. Астына түсетін болсақ, бірнеше категориялары бар. Ең бірінші популяр компаниялары дейді, бұл танымал науқан. Мысалға, мына товарды алып қарайтын болсақ, 22 май, 29 майға дейін науқан дейді. Скидкалар және де осы маусымның өте танымал өтіп жатқан товарлары. Мына товарды қарайтын болсақ, не өрен деген жазуы бар. Өте сапалы бренд товар екен. Мына товар бізде скидкамен сатылып жатыр. Негізгі бағасы 157 лира болған екен. Қазір 152 лираға тұр. Астына тұрған ені өрінлер дегеніміз бұл брендтегі товарлар. Тум өрінлер дегенді басамыз. Осы жерден үстінде марка деген жазуы бар. Бізге қандай брендтегі сапалы товар қажет, соны қарап алсаңыздар болады. Марканы ашамын. Трендермила, Катон, Дефакто, Пума, Манго. Бірнеше брендтердің атауы тұр. Майкл Корсты таңдап қарайын. Өте атақты трендтегі сумкалар. Сумканың бағасын көретін болсам, ені өрін брендтегі товар 5554 лира тұрады екен. Енді осыны теңгеге аударып қарайын. Қазіргі таңда 1 лира 23 теңгеге тең. 127.742 теңге тұрады. Басқа да марканы қарасаңыздар болады. Calvin Klein. Аяқ киімді көрейік. 2519 лираға тұр екен. Тағы да ені өрен деген белгісі бар. Брендтегі товар. Бағасы 57.937 теңге. Өзімізге танымал басқа да брендтерді қарасақ болады. Катон бізде жиі сатылатын. Бұл брендінде товарлары өте сапалы келеді. Катонның рубашкасы мысалға белгісі бар. Бренд товар деген 499 лираға тұр екен.
аударатын болсақ 11477. Осылай іздеп қарай берсеңіздер болады. Енді астына түсетін болсақ, коллекциядағы танымал саудалар астында тұр. Оның астында трендтегі товарлар, кез келген трендтегі, мысалы спорттық киімдер, сумкалар. Очкиді ашып қарайық. Трендтегі очкилер. Мына товарды қарайтын болсам, 7156 живой фото отзывы бар, яғни сатып алушылары өте көп деген мағынаны білдіреді. Бағасы 59 лира. Қолжетімді бағада 1357 теңгеге осы очкиді алса болады. Енді астында танымал категориялар, яғни сатып алушылар өте көп таңдайтын категориялар. Бұлар бізде блузкалар, рубашкалар, көйлектер. Оның астында чок сатнелері дейді. Бұл дегеніміз сатып алушылар өте көп таңдайтын магазиннің товарлары. Осы магазин товарларын жиі сатып алады. Мысалға мына кроссовкиді қарасын болсам, 3968 живой фото отзывы тұр екен. Яғни өте жиі таңдайды деген мағынаны білдіреді. Бағасы 759 лираға тұр. Оның астында осы маусымның сезондық киімдері, астында фаворит киімдер, жиі сатып алатын жаңағыдай жақсы отзыв, комментарий бар товарлар. Түсетін болсақ, бухавта дизлерде көрдіклерін дейді. Яғни өздеріңіз теледидардан, Түркияның мысалға телехикаялардан көріп жүрген модадағы трендтегі киімдер. Түрік актрисалары секілді киінемін десеңіздер, осы жерден қарап алсаңыздар болады. Бұл жерде модельдердің көбі түрік актерлары мен актрисалар болып келеді. Қолжетімді таварда кейбір товарларды қарап таңдап алсаңыздар болады. Оның астында санөзел маркалар дейді. Жаңағы көрсеткен маркалардың барлығы осы жерде шығып тұрады. Мысалға Puma. Өздеріңіз білесіздер, Puma'ның да товарлары сәл қымбатырақ келеді, сапалы. Әсіресе аяқ киімдері өте танымал. Мына кроссовкидің бағасы 1424 лираға тұр. Аударып қарайық. 32752 теңгеге осы Puma'ның нағыз оригинал товарын сатып алсаңыздар болады.